Ақиқат пен аңыз Әзілхан Нұршайықовты қаһармандық рухтағы шығармаларының бірі роман диалог ретінде жазылған. Бұл шығармада Ұлы Отан соғысының даңқты қаһарманын гвардия полковнигі Бауыржан Момышұлының азаматтық ерлік тұлғасы мүсінделеді. Момышұлының бонау балауса жастық шағынан бері Совет армиясының үздік мектебінде шыңдалу кезеңіне, Ұлы Отан соғысының отты жылдарынан бастап күні бүгінге дейінгі ұлағатты өмір жолын шынайы фактілер аясында қызғылықты баяндайды. Әзілхан Нұршайықовтың өсиет сөзі ұлдарға өсиет, қыздарға кеңес. Әркім басындағы мың ойға емес, аузынан шыққан бір сөзге жауап береді. Еңбекшіл адам ең ардақты адам, дүниедегі ең сұлу әйел еңбекшіл әйел. Еңбекшіл әйел ерге сүйікті, елге сүйкімді, отбасына сыйлы болады. Қыз ең алдымен ана тілінің көзі, бастауы, бұлағы. Ана тілі қызбен бірге туады, қызбен қоса жарылып, сонымен бірге өседі, өркендейді. Қыздар ұлт анасы, ұлт тәрбиешісі. Қазақтың белгілі жазушысы Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол-жылдар» романы жақсы мен жаманның, адалдық пен арамдықтың ара жігін ажыратып беретін үлкен өмірге дайындайтын хрестоматиялық оқулық іспетті. Кітап жастар мен ересектерге арналады. Әзілхан Нұршайықовтың өсиет сөзі ұлдарға өсиет, қыздарға кеңес. Жалқаулық жатқан жерден өтірік өреді. Еріншектің ең жаман ауруы. Ерінбейтін еңбекшіл адал адам ең асыл адам. Бұзылудың белгісі еңбектен қалу, тіршілікке пайдалы іс-әрекеттен айырылу. Бала тәрбиесінің ең үлкен оны еңбекке балу. Еңбекшіл жас қана ең үздік азамат болып қалыптасады. Жалқау жанын да күте алмайды.